жаңа бірінші частисы. Bir күні bir шал болады. Шал? Сен әже емеспін ба? Айтайын да. Көлік... Ой, блин. Сәлеметсіздер. Бүгін бізде ужастик деп ойнадым. Қазір история айтып беретін боламыз. Bir күні таксист бала жолда тұрған бір қызды көріп қалады. Ол қызға тоқтайды. Қыз жалғыз, сағат түнгі 2-3-тердің кезінде. Ол жігіт үйіне қайтып бара жатқан кезінде такси... Ол жігіті? Жігіт, жай ғана жігіт. Аппақ киімді, шашы жалбыраған қызға тоқтайды. Қыз айтады: "Аға, мені үйіме дейін жеткізіп тастаңызшы" дейді. "Жақсы, отыр" дейді. Жолда кетіп бара жатады. Және де он үйіне жеткен кезінде тоқтайды. Қыз айтады: "Аға, менің үйім осы еді. Қазір мен үйге кіріп ақшамды алып шығайын. Қазір қолма-қол ақшам жоқ еді" дейді. Сосын жігіт "Жақсы" дейді. Сонда қызды қаншама уақыт күтеді, қыз жоқ. Сөйтіп үйін қағады. Bir әйел ашады. Анасы ғой деймін. Сол кезде жігіт айтады: "Бағана сіздің қызыңыз осы үйге дейін жетіп, ақшасын төлемеп еді. Үйге кіріп ақшамды алып шығайын деп еді, әлі шыққан жоқ" дейді. Сонда әйел айтады: "Менің қызым осыдан 5 жыл бұрын қайтыс болған" деп айтады. Сонда жігіт түсінбей қалады. Ал ана апай сол бойы қызын таба алмай қалады. Сонда ұлдың ойы қандай? Сіздерге сұрақ ретінде